Нұрсұлтан Назарбаев, дәуір, тұлға, қоғам. Осындай атаумен Атыраудағы Шаймардан Сариев атындағы өнер мұражайында тұңғыш президент кітапханасының көшпелі көрме жобасы таныстырылды. Шараның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы президенті кеңсесінің басшысы Махмұд Қасымбек, облыс әкімі мен өңірдің зиялы қауым өкілдері қатысты. Көрмеге елбасының еңбегін айқындайтын мемлекеттің даму жолында айрықша маңызға ие құнды деректер мен құжаттар қойылған. Сондай-ақ президенттің шетелге сапары кезінде мемлекет басшылары тарту еткен естелік сыйлықтарды көруге болады. Көшпелі көрме жобасы аясында тұңғыш президент елбасы кітапханасының өкілдері Қалел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесті. Жастарға болашаққа бағдар рухани жаңғыру стратегиялық мақаласының маңызы туралы әңгіме қозғалып, елбасы кітапханасы мен музей қоры жөнінде кеңінен мағлұмат берілді. Қазір кітапхана қоры 28 мың кітаптан тұрады. Оның басым бөлігі елбасының 1960 жылдардан бастап жинаған жеке кітаптары. Көшпелі көрме шеңберінде мұнайлы шаһарға 800-ден астам экспонат әкелініпті. Ол барлығы еңбектің арқасында, біліктіліктің арқасында, күнделікті ізденімпаздықтың арқасында осы Қазақстанымыздың бүгін дүние жүзіне мықты мемлекеттердің қатарына кіріп жатқаны. Сондықтан осы мәселе бойынша осы тақырыпта біздің жаңағы жылжымалы жобамыздың оның ішіндегі халықаралық конференциялар, жастар бағыты болсын, экономика бағыты болсын, барлығы елбасының төңірегінде.